Құрметті Сапаплас көрермендері, бұл видеода сіздерге жалпы қыстың күні көп адамдар жал жасайды. Мен тереземнен бір жерінен суық кіретін сияқты. Болмаса үйім жылмай жатыр, постоянно суық болады үйім, максимальный отопленияны қосам, 60-70 бірақтан үйім жылмайды деген. Осы сұрақтарға мен сіздерге осы видеода толықтай түсіндірме берем. Бұл видеоның соңына дейін қарап шықсаңыз, сіздің терезеңіз неге суық жібереді, және де үйіңіз неге суық, соған шешім табасыздар. Бізбен бірге болыңыздар соңына дейін. Жалпы көп адамдардың, мысалы енді біз қыстың ремонтпен айналысамыз, көп адамдардың жалобы осындай. Мысалы, кеше ғана барып қайттым даже бір клиентке, үйім жылмайды дейді. Максимально үйіне кірген, мен курткамен кіргеннің өзіне бір қоңыр салқын болып тұр да. Болмаса отоплениесін барып көрсек 60-та тұр. 60 деген ол нормальный ғой. Мысалы 70-ке қойсаң да сондай дейді да, без разница. От көп жақсақ, көп камуфляжға шығып кетеді. Сол себепті по-любому жылмайды ғой деген сияқты 60-та тұр дейді да. Ол деген сөз былай. Терезенің алдына барасын, как будто бір жерден суық кірген сияқты. Даладағы суық осынша примерно 5-10 см іште тұрады да. Одан кейін жалпы терезенің бір жерінен тексеріп көрдім. Ашылып жабылу бәрі четко, қысылып тұр, еш жерінен бір жел кіріп тұрған жоқ. Ну, бір жерінен суық кіріп тұрған сияқты дейді да көп адамдар. Оның негізі басты себептері терезе таңдаған кезде сізде дұрыс комплектация, дұрыс терезе таңдамағасыздар. Ол деген не деген сөз? Қазір заманауи стеклолар шығып кетті. Энергосберегающий. Кезінде энергосберегающий деген стекло болды. Ол стеклопакет үйдің ішінде тұрады да. Мысалы, мына 3 қабат стекло болса, оның іш жағы энергосберегающий, ол үйдің ішіне қаратып қойылатын. Қазір заманауи түрі шығып кетті. Мультифункционал. Ол 3 қосындыны бірге қосқан кезде мультифункционал болды. Ол не деген сөз? Мысалы, сыртқы қабаты мультифункционал болады, оның ішінде напыление. Ол жерде тонировка анау-мынау емес. Мультифункционалдың еще бізде қателеспесем 4 түрі бар. Міне. Нейтрал, бронза, блю, грин, сильвер. Мына төртеуі адам тұрмайтын жерлерге арналған. Мынау біреу адам тұратын жерлерге арналған. Нейтрал деп тұр, атайып тұр. Бұл күннің сәулесі түскеніне қарай тонировка қызметін атқарады. Мысалы 100% күн түссе ол әйнек болып қалады. Әртүрлі свет, хамелеон, көк болады біреулерде, біреулер сильвер болады, әртүрлі. Бірақтан күн түспесе бұл нейтралда ол қасиет жұмыс жасамайды. Шамалы ғана жұмыс жасайды. Мысалы мына жерде мен қазір өзімнің түрімді бір ары кетсе бір 30%-ке дейін көріп тұрмын. Әйнек болып тұр да. Бұл үйдің ішінде мультифункционал болып тұр. Мына жерде дәл солай, мына жерде прозрачный, ол жерде менің түрім әшета 20%, 15%-ке дейін көрінбейді да. Сол себепті ол бірінші қасиеті. Екінші қасиеті күннің ыстығын ішке кіргізбейді. Ол қалай десеңіздер, бізбен бірге жүріңіздер. Жалпы мына жерде бізде экспериментный зона, мына білесіздер, өзінен ыстық шашатын прям лампалар да. Бұны біз қойып қойғанбыз клиенттерге көрсету мақсатында. Бұл жерде мысалы қазір қателеспесем, мына жерде біреуінде 3 қабат стекло мультифункционал тұр, екіншісінде 2 қабат стекло мультифункционал, үшіншісінде 3 қабат стекло простой тұр. Мысалы, біздің офисқа келіп атсаңыздар, Шымкентте де, Алматыда бәрінде бар. Қолыңызды қоясыздар, реально жұмыс жасап тұр. Неге? Мына күннің ыстығы, мынау күн десек, оның ыстығы прям өтпей жатыр да. 2 қабат стеклода. Процент өтеді қаншалықты? Мысалы, бұл 2 қабатты болған үшін ары кетсе бір 10% өтіп жатыр. Мына жерде 3 қабат стекло, ойлаңыздаршы, 3 қабат стекло, простой стекло. Бірақтан кәдімгідей ыстық өтіп жатыр. Қолыма примерно делік бір 30-40% кейін сезіліп жатыр. Егер мен 10 минут бет тұрса, мен қолым күйдіретін ол, точно. Мына жерде ондай емес. Көп адамдар біз мультифункционалды айтсақ, сендер ертегі айтып жатқан сияқтысыңдар дейді да, өтірік деген сияқты көп адам сенбейді. Жоқ, ол рас дүние. Неге монтажда көп жүремін мен, көрем, монтаж кезінде үй ысып кетеді, терезе болмаған кезде. Терезені қойған кезде кәдімгі бір қоңыр салқын болып қалады да. Ол деген сөз реально жұмыс жасап тұр да. Одан кейін үшінші функциясы қыстың күні жұмыс жасайды. Үйіңіздегі жылуды сыртқа жібермейді. Простой стекло жібере ме, жібермей ме деп көп сұрақ қояды. Простой стеклоның ондай қасиеті жоқ, достар. Мысалы, мынау простой стекло деп алыңыз. Бұнда ешқандай қасиет жоқ. Ол ыстық суық ұстайтын, іштегі жылу ұстайтын, ондай қасиеті жоқ. Просто так үйіңіздегі жылу терезеден қашып кетеді. Ол қалай? Көп адам келіспейді, мысалы, терезеден суық өтетіне келіспейді да. Давайте былай мысал айтайын сіздерге. Көрдіңіздер ме, адамдар үй салған кезде стенасын бір 20-алық кірпішпен салған. Көрмедіңіздер, е? Кемі 30-45 сондай қалың кірпішпен салады да көп адамдар. Неге? Ол үйдің қаңқасы. Қазір адамдар бір стенаны терезе қалдырып жатыр да. Үйіңді идеально соғасын, кірпішін қалың қыласын, максимальный комплектация, там утепление қыласын да. Стекло келген кезде сенің эмоцияң оянып кетеді. Мен экономить етейін, мына жерге бүкіл жерге жақсысын қойдым. Терезенің бәрі бір ғой деген ұғым қалыптасқан. Ол білімсіздіктердің әңгімесі, терезенің бәрі бір деген адамға айтайын. Терезеге стеклосына маңызды емес деген адамдар
көп адамдар өзін жұбатады. Болмаса Шымкент тұрғындары көбінше Шымкентте не суық болады дейсің, Алматыда ондай суық болмайды ғой, о суық жақтың бәрі Петропавл, Астана ғой деген сияқты да. Жоқ достар, қателесіздер. Статистика қарасаңыздар, 2 жылдан бері Шымкент номер 1 прям суықтық жағынан да. Мысалы Астанада -20 болады, біз -10 болғаннан біздікі прям не да, Астананікі ылғал ғой. Сол себепті біздікі ощущение өте суық. Сол себепті ол терезе, мысалы бір сұрақ айтайын, мына жерде терезе көріп тұрсыздар, дұрыс па? Бұл жерде мен көп клиенттерге айтамын, 80% стеклоға мән беріңіздер, акцентті стеклоға қойыңыздар деймін да. Мына жерде 20% ол қаңқа да, қаңқа профиль, ыстық суықты ұстауы мүмкін, ұстайды. Бірақ та мына жерде 80% стекло ғой. Мына жерде сіздің үйіңіздің сырттағы суық болсын, жел болсын, жаңбыр болсын, соны қорғап тұратын мынау стекло. Бұл видеодан кейін жалпы сіздерде білім пайда болады. Жалпы негізі стеклоға мән беріңіздер. Көп адамдар стеклодан экономить етіп жатады, простой стекло қойып жатады. Ойлаңыздаршы, мынау 80% сіздің панорамный үйлеріңіз бар делік. Ол панорамный үйлеріңізде сіздерде максимальный енді суық болып кетеді ғой. Сол себепті дәу стекло болғаннан кейін потеря, үйдегі жылудың бәрі сыртқа шығып кетеді. Сол себепті терезе таңдаған кезде ол стеклоға мән беріңіздер, оның комплектациясына мән беріңіздер, терезенің профилінің қалыңдығына мән беріңіздер. Мысалы, мынау 6-6 деген стекло, 30-дық пакет или 32-лік жасауға болады, любой вариант. Шестерка деген стекло ол самасы бойы қалың, ыстық суықты жақсы ұстайды, бірақтан однокамерный. Одан кейін стеклоның екінші түрі 3 қабат стекло болады, қараңыздар, 2 воздушный камерасы бар, 3 қабат стекло. Простой болса, ол ыстықты ұстауы мүмкін, проценттері аз, шум изоляциясы мықты болады. Бірақтан мультифункционалдық жасаңыз, үйіңіздегі жылуды ұстайды. Одан кейін 40-шы пакет бар. Бұны көп адам білмейді даже. 40-шы пакет бар. Реально жұмыс жасайтын пакет бұл. Бұл көбінше Астана, сол жақтарда 32 деген қолданбайды, 24 деген сияқты. Ең қалың қояды. Міне 44-ші пакет. Серьезно қалың да. Бұл ауыр болған сайын бұған жақсы фурнитура керек. Одан кейін ыстық суықты жақсы ұстайды. Көп адамдар, мысалы Шымкенттегілер мынандай ғой, міне. Осындай тонкий стеклопакет қояды, 20-лық бұл. Ойлаңыздаршы, бұл еще простой. Как будто сен үйіңде бір 10 сантиметр кірпіштен қаладың да өмір сүріп жатқан сияқты боласың. Көп адамдар сөйтіп, мен өзім сөйтіп ойлаймын да, үйіңіз суық па, сіз стеклоға акцент қойыңыз үй салатын кезде. Я болмаса үйіңізде терезеңізден жел кіріп жатса, оны регулировка жасауға болады, но бірақтан терезеңізден суық кіріп жатқан, оны ештеңе істей алмайсыз. Сол себепті стекло ауыстыруға тура келеді сізге. Бұл стекло қалың болған сайын сонша жақсы. Одан кейін, мысалы көп адамдар 2 қабат стекло қыла берейінші, 3 қабатты керек емес дейді. Ол өте қателік көбінше. Мысалы, мына 3 қабат стекло қараңыздар да. Бұның бір стеклосын алып экономия жасайсыз ба? Жасайсыз. Қанша? 50 мың мен 100 мың теңге аралығында. Көп адам осымен келіспейді. Ой, что-то аз ғой, негізі бір 300 мың теңгеден арзан болу керек қой. Сұрақ, не үшін арзан болу керек? Мына стеклоның каждый квадрат метрден 1500 теңге. Бұл жерде мына бір стеклоны алатын болсақ, мына силикагель дейді ғой, мына спейсер кішіремейді, сол күйінде қалады. Мынаған жағылатын клей өзгере ма, өзгермей ма? Өзгермейді. Неге? Сол размерде тұр ғой. Одан кейін мына спейсер деп жатырмын ғой. Мысалы мына жерде 10-10, бұл жерде воздушный камераға аз кетеді. Ал 24 қойсаң міне қалың. Бұл жерге көп силикагель кетеді біріншіден. Бұл жерде бір экономия тек қана стеклода ғана. Сол себепті ол 50 мың, 70 мың, 100 мың теңге аралығында экономия болады. Ол полноценный бір коттедждерге. 2-3 терезеге ол болмайтын сумма 10-15 мың теңге. Главный, стеклоңыз мықты болса, үйіңізден жылу кетпейді. Сіз мысалы мына жерден экономить еттіні ойлайсыз ғой. Бірақтан болашақта ойласаңыз, сіз ол үйде сіз кемінде 50 жыл, 20 жыл, 30 жыл тұрам деп елестетесіз ғой, дұрыс па? Сол себепті сіз шығындалыңыз келсе, пожалуйста, қоя беріңіз қалағаныңызды. Шығындалыңыз келмейді, бір сапалысын қойдыңыз, жылдар бойы экономия отоплениядан, кондиционерден, тоқтан экономить еткіңіз келе ма, дұрыс сапалы терезе таңдай біліңіздер, достар. Сол себепті бұл видео сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Осынша уақыттарыңызды арнағандарыңызға назарларыңызға рахмет. Алда уақытта жақсы контенттер болады. Терезенің қыр-сырын бәрін түсіндіретін боламын. Сол себепті біздің каналыма жазылып қойыңыздар, қолдай кетіңіздер және де комментарияға өздеріңіз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет, достар.